Назик Кук арнасына қош келдіңіздер. Көзді ашып жұмғанша қаһарлы қыс та келеді, сондықтан қазір кейбір көкөністерді қысқа қатырып сақтап қояйық. Көк базардан қызанақ, қызыл жартылай ашты бұрышпен аскөктерді килосы 150 теңгеден алып келдім. Енді барлығын алдымен дұрыстап жуып алып кептіремін. Петрушка мен укропты турап, екі түрлі ғып мұздатқышқа қатырайын дедім. Біреуіне кез келген хостоварда сатылатын зип пакетке жасыл аскөкті салып, аузын мықтап жаптым. Екінші түріне кекс пісіретін қалыптарға майдалап аскөкті турап, бетіне дейін жауып тұратындай қайнаған жылы судан құйдым. Сөйтіп, мұздатқышқа қатыруға жібердім. Келесі қызыл жартылай ашты бұрышты 4 бұрыштап турадым. Осындай туралған бұрышты мен қыста лағманға қосу үшін дайындап қояйын дедім. Жалпы көкөністерді әр түрлі қалыпта сақтасаңыздар болады. Мысалы, кеспей бүтіндей қалыпта сақтаса да болады. Қызанақты мен пиццаға арнайы домалақтап әзірлеп турадым. Сіздер қалауыңызша турап салсаңыз болады. Тағам орайтын пакетке орап, 2 бүктеп, 2 слоймен салып шықтым. Мінеки барлығы қатты, енді қыста армансыз тамақтарға қосса болады. Маған сенім артып аяғына дейін назарлағандарыңыз үшін рахмет. Арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар, өйткені мен күн ара жаңа рецепттермен сіздермен бөлісемін. Астарыңыз дәмді болсын.